Сәлем достар, бүгін Тему сайтынан жаңа пост каргосы арқылы заказ беруді және затыңыз қай жерде келе жатқанын және де затыңыз Қазақстанға келгеннен кейін оны қай адрестен алып кету керек, соның барлығын үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге Play Market немесе App Store'дан жаңа пост деген осы жасыл приложениені тартып алуымыз керек. Егер сіздерде App Store'да бұл приложение шықпай тұрса, астында описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Енді жаңа пост тартып алғаннан кейін біз бұл жерге өзіміздің номерімізді тіркейміз және код келеді, сол кодты осы жерге жазатын боламыз. Енді жаңа постқа кіргеннен кейін бұл жерде байқасаңыздар Pinduoduo, Taobao 1688 және Temu сайттарынан заказ беруге болады, бірақ тек Temu сайтынан ғана заказ бергенде ғана доставкасы тегін болады. Енді астында қызметтер деген батырмаға барған кезде осы жерде жеке ақпарат деген батырма тұрады, соған кіресіздер. Менде жеке ақпараттар тіркеліп тұр, яғни сіздер тіркеу дегенді басып, жеке куәліктің алдыңғы және артқы суретін қойып, өзіңіздің мекен жайыңызды, номеріңізді және дәл паспорттағыдай қолыңызды қоясыз. Жеке куәлікті тіркеуден қорықпай қойсаңыздар болады, өйткені сіздің тауарыңыз шекарадан заңды түрде өту үшін оны тіркейтін боламыз. Енді біз жеке ақпаратты тіркеп болғаннан кейін енді бөлімшемізді таңдаймыз. Ол үшін осы қызметтер батырмасында бөлімшені таңдау деген батырмаға кіреміз. Бұл жерде менің өзімнің бөлімшем таңдалып тұр, сол үшін маңайда деген батырмаға барасыздар сіздер. Осы жерден өзіңізге жақын адресті таңдайсыздар. Яғни қай филиалы жақын сізге, соны таңдайсыз. Енді біз Temu сайтынан жаңа пост арқылы заказ беретін боламыз. Егер де сіздер Temu сайтынан жаңа пост арқылы заказ беріп, бірақ әлі де жаңа постқа тіркелмеген болсаңыздар, заказ беріп қойғаннан кейін де жаңа постқа тіркелсеңіздер, сіздің товарыңыз жаңа посттан көрініп тұра беретін болады. Енді мен осы киімге заказ беретін болсам, астында корзинуды басам және осы жерден өзіме керек түсін және размерін таңдап, корзину деген батырманы басамын. Одан кейін мына жерде корзинаға кіремін. Осы жерден товарыңызды тағы бір тексеріп аласыз және оформить заказды басасыз. Енді осы жерден біз самовывоз деген таңдаймыз, яғни карго арқылы беруді. Осы жерде менде карго тіркеліп тұр, яғни сіздерде тіркелмеген болса, изменить деген батырманы басамыз. Одан кейін изменить деген тағы басамыз. Осы жерге өзіңіздің қалаңызды немесе ауданыңызды жазасыз. Шымкент деп жазамын. Осы жерде жаңа деген сөз шығып тұр, яғни жаңа пост арқылы мен сол жаңа дегенді басам және осы жерден өзіме жақын филиалды таңдайтын боламын. Маған осы Шайхметов көшесіндегі филиал жақын, сол үшін де осыны таңдайтын болам және забрать здесь дегенді басамын. Біз филиал таңдадық, енді астындағы сохранить деген батырманы басамыз. Сіздер Temu сайтынан филиалды таңдадыңыздар. Енді жаңа постта да дәл осы филиалды таңдауыңыз керек. Яғни екі жақта да осы адрес бірдей болу керек. Мына жақта да Шайхметова және жаңа постта да Шайхметова көшесі шығып тұру керек. Оплата бізде Каспиймен, яғни Каспий картамыз біздің тіркеліп тұр. Және астындағы подтвердить заказ деген батырманы басып заказ беретін боламыз. Енді астындағы вы деген батырмаға барамыз. Осы жерде ваши заказы деген жерге кірген кезде, осы жерде сіздің заттарыңыз берген заттарыңыз тұратын болады. Сіз заказ беріп болғаннан кейін заказыңызды жаңа посттың қоймасына апарған кезде трек код шығатын болады. Яғни сіз мысалы мына жерде 3 сат заказ берсеңіз, сол үшеуіне арнап бір трек код береді. Яғни сіз затыңызды осы жерден қарап отырсаңыз болады, қай жерде келе жатқанын, немесе жаңа посттың приложениесіне кірген кезде, астындағы тапсырыс деген батырмаға кірген кезде, осы жерде сіздің заттарыңыз көрсетіліп тұрады. Мысалы, менде жолда келе жатыр, яғни жаңа 3 сатым жолда келе жатыр. Үстінен басқан кезде толықтай қай жерде келе жатқаны көрініп тұрады.
Және көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде тегін жеткізу деп жазылып тұр, яғни доставкасына төлемейсіздер. Енді сіздің затыңыз Алматы қаласына жеткен кезде сұрыптау батырмасында болады. Ал егер Алматыдан сіздің қалаңызға жолға шықса жеткізілуде деп тұрады. Ал егер де сіздің бөлімшеңізге келген кезде осы бөлімше деген батырмада тұрады. Осы бөлімше деген батырмада тұрған кезде ғана барып затыңызды жаңағы өзіңіз таңдаған филиалдан алып кетесіз. Енді сіздің затыңыз филиалға жеткеннен кейін мына астындағы QR-код деген батырмаға кіреміз. Осы жерде сіз мысалы 3 товар заказ берген болсаңыз, алып кетуге болатын сәлемдеме 3 зат деп тұрады. Яғни осы QR-кодты көрсету арқылы сіз затыңызды алып кетесіз.